сырты қытырлап, жұмсақ өте дәмді болып шығатын балықты дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Газдалған соусымен кляр дайындап, балықты аунатып қуырып алсаңыз, тамаша керемет болып шығады екен. Міндетті түрде осы әдісті қолданыңыздар. Алдымен балықты жуып, бірнеше бөлікке бөліп, енді тұздап алатын боламыз. Клярын дайындаймыз. Клярға осындай газдалған судан мен сарыағашты қолдандым. Үстінен ұнды салып, комоктар кеткенше араластырамыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш пен паприка салдым. Паприканың орнына сіздер қызыл бұрышты салсаңыздар да болады. Осындай бізде қоймалжың масса шығады. Енді балығымызды салып аунатып, қызып тұрған майымызға салып қуыратын боламыз. Қараңыздар, бірден балығымыз өте керемет сырты қытырлап шығатын болады. Толығымен піседі, қорықпасаңыздар болады. Бұрын ұнға аунатып пісіруші едім, енді осы әдіспен бірінші рет жасап көріп қатты ұнап қалды. Өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде сіздер де осы әдіспен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.